Қайырлы күн, баршаңызға 10 минут вақытыңызды алатын алма пирогын бірге дайындайық. Ол үшін ең алдымен 1 стакан ұнға 1 стакан манка қосамыз, жарты стакан қант, 2 шай қасық разрыхлитель, ванилин, корица. Жақсылап араластырамыз. Алманың сыртын тазалап, теркадан өткіземіз. Формаға сары май жағамыз. Үштен бір бөлік қоспаны себеміз. Алманы жұқалап саламыз. Қоспаны себеміз. Алма солай кезектейміз. Соңғы қоспаны себеміз. Үстіне сары майды теркадан өткіземіз. Градус духовкада 40 минут пісіреміз.